көп кетет? Айта алмаймын. 8 наурыз өкінішке орай. Может, қуанышқа орай. Ең көп шығын шығатын мереке ұлыстың ұлы күні сияқты 22 наурыз. Ең көп шығын шығатын жаңа жыл ғой. Жаңа жыл. Наурызда. Наурызға кететін шығар. 8 наурыз. Ну, жаңа жыл обычно. Сол наурыз айында. Жаңа жыл мен наурызды салыстырғанда қайсысына көбірек ақша кетеді деп ойлайсыз? Жаңа жылға көп кетеді. Жаңа жылға ақша көп кетеді. Әрине жаңа жылмен салыстырғанда үш есе, өйткені қазақтың ұлысын, қазақтың жаңа жылын басқа бір жаңа жылдан кем тойламаймыз. Енді біздің өзіміздің қазақтың наурызы ғой. Наурызға көп шығын кетеді. Жаңа жылға көбірек кетеді деп ойлаймын. Наурыздағы қай дәстүрді білесіз? Наурызда біз өзіміздің үйде жасайтын дәстүріміз, ол міндетті түрде ол наурыз көже пісіреміз. Наурыз көше жасау немесе көптеген далада киіз үйлер орнату жылда көріп жүрген заттар деп ойлаймын. Дәл қазіргі кезде енді ешкім ойнап та жатпайтын шығар, бірақ аударыспақ деп жатады, асық ойнау, жан бату. Наурыз көже? Басқаларын білмедім. Селт еткізер, ұйқашар сияқты дәстүрлер. Енді селт етер, ұйқашар деген оның бәрі жас кезде жасаған дүниелер ғой. Қазір енді селт ететін адамдарда біздің қатарымыз қалмай бара жатыр ғой.